Бүгін біз адамзат тарихындағы ең таңғажайып, ең құпияға толы құрылыстардың бірі Мысыр пирамидалары жайлы сөз қозғаймыз. Бұл құрылыс ескерткіштері мыңдаған жылдар бұрын салынғанымен, олар әлі күнге дейін ғалымдарды да, қарапайым адамдарды да таңғалдырудан жалыққан емес. Мысыр пирамидалары біздің дәуірімізге дейінгі 27 ғасырда, яғни шамамен 4,5 мың жыл бұрын салынған. Олардың ең белгілісі Гиза пирамидалары, яғни оның ішіндегі ең үлкені Хеопс пирамидасы. Бұл пирамида 146 метр биіктікте болған, бірақ ғасырлар бойы жел мен табиғат әсерінен бүгінде ол 138 метрге дейін қысқарған. Бұл пирамидалар перғауындар, ежелгі Мысырдың билеушілері үшін салынған қабірлер болып саналады. Перғауындар өзін Құдайдың ұрпағымын деп есептеген. Сол себепті де өлімнен кейін де мәңгі өмір сүретініне сенген екен. Ең қызығы, бұл алып құрылыстар сол заманда қалай салынғаны әлі күнге дейін нақты белгісіз. Қазіргі заманғы техникасыз, крандарсыз, моторсыз осындай үлкен тас блоктарды қалай жылжытып, дәл өлшеммен қалай орналастырылғаны бұл адам сенгісіз жұмбақ. Әрбір тас блогының салмағы 2-ден 15 тоннаға дейін жеткен. Ал Хеопс пирамидасы 2.300.000 тас блоктан құралған екен. Бір ғана теория, олар көлбеу рампаларды қолданған болуы мүмкін. Бірақ бұл теорияда барлық сұрақтарға жауап бере алмайды. Тағы бір таңғаларлық факт, пирамидалар ғарышпен ерекше байланысты орналасқан. Хеопс пирамидасының қабырғалары дәл солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс бағыттарына бағытталған. Бұл дәлдік заманауи компассыз қалай болуы мүмкін? Кейбір ғалымдар ежелгі мысырлықтардың астрономияны терең меңгергенін алға тартады. Сонымен қатар үш үлкен пирамида, Хеопс, Хефрен және Микерин пирамидалары Орион шоқжұлдызының 3 жұлдызына дәл сәйкес келеді. Бұл кездейсоқ сәйкестік пе? Әлде терең мағынасы бар таңдау ма? Бұл да бүгінге дейін анықталмаған құпиялардың бірі. 2017 жылы ғалымдар заманауи сканерлеу технологияларын қолданып, Хеопс пирамидасының ішінде бұрын белгісіз болып келген үлкен бос кеңістікті тапты. Бұл бөлме не үшін қолданылғаны беймәлім. Бәлкім әлі табылмаған құпия өткелдер мен бөлмелер көп шығар. Кейбір теориялар пирамидалар тек жерлеу орны емес, энергия орталығы болған дейді. Электроакустика немесе тіпті антенна секілді қызмет атқарған деген болжамдар да бар. Әрине бұл ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген, бірақ қызығушылық тудыратыны рас. Мысыр пирамидалары бұл тек ежелгі қабырғаны емес, бұл адамзаттың тарихы, инженерлік шеберліктің белгісі, әрі ғасырлар бойы сақталған сырлы жұмбақ. Бүгінгі күнге дейінгі пирамидалар бізге адам баласы не істей алады деген сұраққа жауап беріп тұрғандай. Ғылым дамыған сайын біз бұл таңғажайып құрылымдардың сырын ашармыз. Бірақ бәлкім бұл жұмбақтар ешқашан толық ашылмайтын да шығар. Егер сізге бұл тақырып қызық болса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алда әлі талай қызықты тарихи құпияларды бірге ашатын боламыз.